Өрік адамзат тарихында ежелден бері қолданылып келетін жеміс. Ол дәмді, аштық сезімді тез басатын, микро және макро элементтерге бай, емдік қасиеті бар, адамды сергітетін, күш-қуат беретін жеміс. Өріктегі темірдің көптігі оның қаназдықпен күресуіне, калий жетіспеушілігінен туындайтын жүрек қан тамырлары ауруында пайдалануына мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өрік жемісінің ас қорыту жұмысын жақсартуға, құрғақ жөтелде қақырық түсіруге, ішті жүргізуге, шөл басатын, ыстықты түсіретін қасиетін бағалайды. Бұл жеміс әсіресе балаларға керек. Ол баланың бойының өсуіне, денсаулығының мықты болуына ықпал етеді. Өрікті асқазан аурулары кезінде де тұтынуға кеңес береді. Ол асқазан сөлінің қышқылдылығын реттеп, өт жұмысын, бауырдың жұмысын реттейді. Ондағы каротиннің көптігі өкпенің, асқазан, өт жолдарының, тамақтың қатерлі ауруларын болдырмайтыны дәлелденген. Адамға қажетті бір күндік каротин мөлшерін қамтамасыз ету үшін күніне жарты стакан абрикос шырынын немесе 5-6 балғын жеміс, болмаса 15-20 кепкен жеміс жеу керек. Ондағы фосфор мен магнийдің көптігі ақыл-ойдың дамуына, есте сақтау қабілеттің жоғарылауына көмектеседі. Жаңа піскен балғын жемісте клетчатка көп болады. Қант диабеті барларға өрікті ондағы қанттың көптігінен шамалап тұтынуға кеңес беріледі. Қытай халық медицинасында өрік дәндері жөтелді басуға, ықылықты қойдыруға пайдаланады. Сонымен бірге бронхит, трахеит, ларингит, нефрит ауруларының емімен қатар жүреді. Өрік диетасы ұзақ өмір сүрудің кепілі. Қазіргі заманауи медицинада өрікті диеталық дәруменге бай, жүрек қан тамырларына пайдалы жеміс ретінде ұсынады. Бұл жемісте 10-11% көмірсулар, 1,3% қышқыл, 1,6% каротин, С дәрумені, Е дәрумені және фосфор бар. Өрікті аш қарынға жеуге болмайды. Өріктен кейін салқын су ішуге болмайды. Ол ішектің ауруы мен асқазанның бұзылуына әкеліп соқтырады. Ет тағамдарынан кейін өрік тәттілерін жемеңіз. Ас қорыту жұмысы бұзылады. Қант диабеті мен асқазан ойық жарасы барларға өрік болмайды. Өрікті шамадан көп те жеуге болмайды. Бір күндік норма балғын жемістен жарты келі немесе кепкен жемістен 100 грамдай болады. Назарларыңызға рахмет.